Сонымен құрметті оқушы, мен сізге Керейлер мемлекетінің саяси тарихы туралы мәлімет бермекшімін. Керейлер Қазақстанның қай бөлігін мекендеген тайпа деген сұрақ келген жағдайда, әрине алғашқы кезде 13 ғасырдың басында олар Қазақстанның шығыс аймағын мекендеген тайпалар. Кейін орта ғасырларда, дамыған орта ғасырларда ол тайпалар Қазақстанның тағы да басқа өлкелеріне қоныс аудара бастайды. Керейлердің саяси тарихы 11 ғасырдың екінші жартысында дамый бастайды. Тарих сахнасына керейлер мол, толық мағынада шыға бастады. Керейлер мемлекеті қанша аймақтан, қанша тайпадан тұрады деген сұрақ келген жағдайда, құрметті оқушы, сіздің ойыңызда мынау нәрсе болсын. Наймандарда 8 тайпадан тұрды, керейлерде 8 тайпадан, 8 аймақтан тұрды. Керейлердің құрамына мынандай түркітілдес тайпалар да енді. Олар, есіңізде сақтаңыз: Жиырқы, Қоңқай, Соқай, Тутау, Албат, Тунхай, Қыркун. Жалпы санын санасаңыз, керейлердің де құрамында, наймандардың да құрамында 8 тайпа. Керей мемлекетінің шарықтау шегі, яғни шарықтаған кезеңі 10-12 ғасырлар. Керей мемлекеті Маркус пен Құршағұз хандардың тұсында күшейіп, шарықтау шегіне жетеді. Құршағұз, яғни Құршағұз хан мемлекетті оң, сол, орта деп 3 бөлікке бөледі. Құрметті жас дос, сізге мынандай да сұрақ келуі мүмкін: Керей мемлекеті қанша бөлікке бөлінді? Оң, сол, орта, немесе кейде ол сұрақтарға цифрлармен де келеді. 1, 2, 3 дегендей. Сонда сіздің жауабыңыз 3 деген болуы керек. Бірақ Керей мемлекетінің тарихында Құршағұз ханның күйеу баласы Сарық хан туралы да мәліметтер кездеседі. Бірақ Құршағұз ханның күйеу баласы Сарық хан туралы деректер өте аз. Сол себепті оның қай уақытта мемлекеттік билікке келіп, қай уақытта мемлекетте биліктен кеткендігі туралы мәліметтер келтіре алмаймыз. Бірақ осы керейлер мемлекеті кіммен жақсы қарым-қатынаста болды деген сұрақ келген жағдайда, Моңғол мемлекетінің ханы Шыңғыс ханның кезінде жақсы қарым-қатынас орнай бастайды. Моңғолдармен алыс-беріс қарым-қатынаста да болады. Бірақ наймандармен керейлермен моңғолдар арасында қарым-қатынас суып, осындай оқиғалар қай заманда басталды деген сұрақ келген жағдайда, әрине 13 ғасырдың басында моңғол мемлекетінің күшейіп, Шыңғыс ханның мемлекеттік билікке келген тұсымен тұспа-тұс келеді. 1202 жылы Шыңғыс хан Керей мемлекетіне шабуыл жасап, керейлерді бір жолата жеңеді. Ал енді осы оқиғадан кейін қалған керейлер Қазақстанның шығыс бөлігіне қоныс аудара бастайды. Керейлер туралы тағы бір дерек орта ғасырлық тарихшы Рашид ад-Диннің деректерінде де келеді. Сонымен керейлер туралы дерек қай тарихи еңбектерде кездеседі деген сұрақ келген жағдайда, моңғолдардың құпия шежіресі және Рашид ад-Диннің еңбектерінде.